Сол жағым сыздап тұр, ана. Анашым, мен ғой келген. Еш алаңдама, сабақтан шығып келдім. Аналар да әкелер сияқты уайымдай ма екен? Білмеймін, бірақ өткенде Әлидің. Мектепке бармасам анам іздеп уайымдайды деген есімде. Сондықтан сұрап жатқаным ғой. Өткен апта мұғалім оң қолыңда қалам, сол қолыңда қалам сап деп қайта-қайта айтқызып, оң мен солымды ажыратуды үйреткен. Енді білдім, анашым, оң жақ пен сол жақтың не екенін. Енді түсіндім, анашым, сыздаған жердің қай жақ екенін. Енді түсіндім, анашым, саған келгенімде. Мына жағым сыздап ауырады, мына жағым дегенім есіңде ме? Сыздаған жақты түсіндіре алмағаным есіңде ме? Анашым, енді білемін, міне, мына жағым. Сол жағым сыздап ауырады, анашым. Күн сайын сыздап мазалайды, сол жағым сыздап мазалайды. Айшаның шашын анасы өріп беріпті кеше. Анасымен қол ұстасып келіпті мектепке. Үстіндегі жейдесі де тоқыма екен. Қоңырау шалғанда бетіне сүйіп, сабағыңа бара ғой, қызым, деді. Мен сонда ешкімнен жасырамай өксіп жыладым. Мұғалім, не болды? Дегенде жай сүрініп құладым. Тізем ауырды дей салдым. Өтірік айттым, анашым. Сыздаған тізем емес, сол жағым болатын, анашым, сол жағым болатын. Менің де шашымды біреу өрсе екен, дедім. Әкем өрді, бірақ әрине Айшаныкіндей болмады. Тоқыма жейдем болса екен, дедім. Әкем қызын тоқи алмаймын ғой, деді. Ең болмаса мектепке дейін бірге барайық, дедім. Қызым-ау, жұмысым бар ғой, деді. Көздерім жасаурап, жұмысқа бармай ендеше дегенімде, нанымыз ғой, деді әкем. Үндемедім, бірақ мектепке дейін жылап бардым. Сол жағым қайта-қайта сыздай берді, бірақ ана. Бәрінің нәскилері әппақ, менікі болса бозғылт. Гүлсім анам мақтарға түсті кірлерді қоспай жуады, деді. Әкем бәрін қосып жуады, кір жууды білмегені ме сонда. Әкем күн сайын нанға май жағып береді таңғы асыма. Ренжімесін деп айтпаймын, бірақ сыныптағылар күнде тоқаш, бәліш, тәтті нан әкеледі. Әкем тәтті нан жасай алмайтынын білем ғой, ана. Күн қарайды, мен кетейін енді. Сабақтан шығып саған келетінді білмейді әкем. Біліп қойса ұрыспайды, бірақ көңілі босайтынын білем. Топырағынды кім шашқан, гүлдеріңді кім жұлып тастаған? Рұқсат берме, анашым, ешкім қол тигізбесін топырағыңа. Әйтпесе соны ойлап тағы жылаймын ғой мен, ана. Қарашы, топырағыңнан тағы бір уыс алайын деп бет орамал ала келдім. Білесің бе, анашым? Әр келгемде бір уыстан алып, бір банкаға жинаймын топырағыңды. Үстіне суретіңді жабыстырып, төсегімнің басына қойдым. Күнде таңертең оны құмарлана иіскеп сүйемін. Ешкімге айтпа, бірақ кейде суретіңмен де сөйлесемін. Қайтем енді, сені қатты сағындым. Ертең ана туралы шығарма жазып келіңдер, дейді апай. Әкеме жазсам, апай біліп қойса қатты ұрсатын шығар. Ұрысса ұрыссын. Мен сені еш көрмесем, не деп жазып түсіндірем? Сенің атыңды естіген сайын сол жағым сыздайтын. Мұңға батып кейде шыдай алмайтын жылайтынымды. Қағаз бетіне қалайша түсірем? Кетуім керек, ана. Топырағыңды сүйдім. Түсіме кіріп сен де мені сүй. Бірақ міндетті түрде түсіме кір. Түсіме кірмесең, сол жағым сыздап оянамын, ана. Сол жағым жылап сыздайды, ана. Міне, мына жақ. Сол жағым сыздайды, ана. Сірә сені өте қатты сағынғанымнан болар.